Мен кеше міне алдында мынандай машинка сатып алдым. Карманный деп айтады екен. Қазірде хит болып жатыр. Былтыр да хит болған еді осы машинкалар. Қазір обзор жасаймын. Міне осылай тігіліп келді маған. Тура осылай ақ жіппен прям. Мынау блок. Мына жағы инесін көтереді, түсіреді, яғни міне инесін көтеріп түсіреді. Мен батарейка салдым. Duracell салдым, потому что басқа батарейкадан күші жетпейді екен. Міне бір жағына Panasonic салдым. Осылай жабамыз. Мына блокқа қоямыз, ашамыз. Мына блоктан ашылады, мына жабылады. Бұл машинкамен бірге маған мынандай заттармен келді. Бұл зат не үшін екенін әлі білмеймін мен. Розовый және сары жібімен келді. Және қосымша инесімен келді машинканың өзінің. Сосын мынандай бәлесімен келді. Бұл яғни мына жіпті мына иненің ортасынан өткізгенге өте ыңғайлы екен. Сол үшін шығар деп түсіндім. Сол үшін қолданып жатырмын өзімде. Енді бұл машинканың тігісін көрсетейін сіздерге. Мен тігіп келе жатып, машинкам аяқ асты тікпей қалды. Міне, осылай тігіп келе жатты да, міне арды, мынау алды. Осылай тігіп келе жатты да, мына жаққа бүйтіп айналдырып едім, тікпей қалды машинкам. Сонымен енді бүкіл ютубта ақтардым, таппадым. Содан кейін өзіміз тауып алдық десем болады. Міне қазір сіздерге бұл жіпке емес, қара жіпке көрсетейін. Қара материалға көрсетейін. Тігілмеген жерін салдым. Мүлдем тігілмейді. Бұның несін біз тауып алдық. Минусын ол үшін мына нені ашады екен. Инені көтереміз жоғары қарай. Міне, инені жоғары қарай көтердік. Блокқа қойдық машинкамызды. Және мынаны ашамыз. Мына жерде ашатын заты тұр. Мына екі ақ нәрсесі ашылады. Соны ашамыз машинкамызды. Міне, ашылады осылай. Енді қараңыздар, мынау инесі. Бұл шығып кеткен. Шығып кеткен болса инесі. Ол тігілмейді жаңағыдай. Мынау сияқты тігілмейді. Енді бұл инесін мынаумен бірте қыламыз. Кіргіздік инесін. Мына жерін отверткамен бұрау керек. Менде отвертка жоқ. Сол үшін қиналып жүрмін инесін нетіп. Енді міне инесін тықтық. Қайтадан жабамыз. Міне жаптық. Енді қайтадан материалымызды саламыз. Материалымызды салдық. Енді бисмилля деп тігеміз. Блоктан ашамыз. Енді міне осылай. Енді бұны кесіп аламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай осылай. Жап-жақсы тігеді. Әйтпесе қолдануға
келетін зат екен. Тілін білген адамға қолданғанға жақсы екен.